Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 23-ші тақырыптың Б тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, ең алдымен 23-те 7-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде y тең болады минус x қосылған 1,5 және y тең болады 2x азайтылған 3 деген сызықты функциялардың формулалары берілген. Біз енді осы сызықты функциялардың графиктерін салып, өзара орналасуын анықтауымыз қажет. Ол үшін ең алдымен кесте толтырып алайық. Мысалы үшін бірінші кестеге біз y тең болады минус x қосылған 1,5 деген бірінші функциямыздың формуласына қатысты мәндерді жазып алайық. Яғни жоғарыға x-тің мәндерін жазатынбыз, төменге y-тің мәндерін жазамыз. X-қа біз мысалы 3-ті беріп көрейік. Сол кезде x-тің орнына 3-ті қоятын болсақ, минус 3 болады. Минус 3 плюс 1,5 минус 1,5-ке тең болады y. Ал енді мысалы x-қа минус 2,5-ті беріп көрейік. Минус 2,5-ті қоятын болсақ, мына жерде минус пен минус көбейтіліп плюсқа айналып кетеді. Сонда 2,5 қосылған 1,5, ол кезде 4 деген жауап шығады. Мінекей x пен y мәндерін жазып алдық. Ал енді тура осылай екінші теңдеуге жазайық. Яғни y тең болады 2x азайтылған 3 функциясының формуласына байланысты x пен y мәндерін жазып шығайық. Мұндағы ең алдымен x-тің орнына мысал үшін 1-ді қояйық. Ол кезде 1-ге 2-ні көбейтсек 2 болады, азайту 3 минус 1-ге тең болады. Y минус 1-ге тең. Ал бұл жердегі x-тің орнына мысал үшін енді 3-ті қоятын болсақ, 3-ге 2-ні көбейтсең 6, 6-тан 3-ті азайтсаң, y-та 3-ге тең болады. Мінекей x пен y мәндерін жазып алдық. Яғни x-қа қандай да бір мән беріп, шыққан y мәндерін кестеге толтырып шықтық. Енді координаталар жазықтығын сызып алайық. Мінекей мұнда координаталар жазықтығын сызып алдық. Мұндағы OY өсі, ал мұндағы OX өсі. Енді ең алдымен бірінші кестеміздегі мәндерді жазып, бірінші функцияның графигін сызып алайық. Яғни бірінші 3-те минус 2,5 деп тұр. Яғни бірінші нүктеміздің координатасы 3-те минус 1,5-ке тең. Яғни x 3-ке тең болған кезде y минус 1,5-ке тең болу керек. Ең алдымен x-тің 3-ке тең мәнін жазып алайық. Мына жерде 1-ге тең, 2. Мына нүктеде x-іміз 3-ке тең болады. Ал y-тің минус 1,5-ке тең мәні, мына жерде y минус 1-ге тең, ал мына жерде минус 2-ге тең. Минус 1,5 екеуінің ортасын аламыз. Бұл кезде жоқтап алғанда мына бір нүкте. Демек, олардың қиылысуын алатын болсақ, мына бір нүкте болады. Бірінші нүктемізді тауып алдық, яғни 3-те минус 1,5. Енді келесі x минус 2,5-ке тең. Мына жерде x минус 1-ге, минус 2, мұнда минус 3-ке тең болатын болса, минус 2,5 жоқтап алғанда мына жерде. Мінекей минус 2,5 осында деп белгілеп аламыз, мына жерде минус 1. Ал y-тің мәні 4-ке тең. Y мұнда 1-ге тең, 2, қасына жазып қояйық, мұнда 3, мына жерде 4-ке тең. 2,5-тің 4-тің қиылысу нүктесі жоқтап алғанда мына бір нүкте болады. Мінекей екі нүктемізді де тауып алдық. Ал енді осы екі нүкте арқылы түзу жүргізейік. Сол кезде біз бірінші функциямыздың графигін сызған болып табыламыз. Түзуді де жүргізіп алдық. Біз осылайша бірінші функциямыздың графигін сыздық. Ал енді екінші функциямыздың берілген тауып алған координаталарымызға байланысты графигін тұрғызайық. Бұл жерде x 1-ге тең болған кезде y минус 1-ге тең. Мына жерде x-тің 1-ге тең мәнін тауып аламыз. Мінекей мына жерде x 1-ге тең. Ал y-тің минус 1-ге тең мәні мына жерде. Екеуінің қиылысу нүктесі мінекей мұнда. Бірінші нүктемізді белгілеп алдық. Ал енді екінші нүктеміз x 3-ке тең болған кезде y-та 3-ке тең. x-тің 3-ке тең мәні мінекей мына жерде, ал y-тің 3-ке тең мәні мына жерде. Екеуін қиылыстыратын болсақ, ол мына бір нүкте болады. Мінекей екі нүктені де тауып алдық. Ал енді осы екі нүкте арқылы түзу жүргізейік. Міне осылайша екі функцияның да графиктерін сызып алдық. Бұлардың өзара орналасуын анықтадық, яғни көрініп тұр. Біз қарастырған екі функцияның графиктері бір-бірімен өзара қиылысады екен. Өйткені бұл жерде көріп отырсыздар, x-тің коэффициенттері әртүрлі. Ал келесі 23-те 8-ші жаттығуға келетін болсақ,
Бұл жерде бізге, мысалы үшін, y тең минус 4-ке деген функцияның формуласы берілген. Енді осы функцияның графигіне параллель болатын бірнеше функцияның графигін біз формуламен жазуымыз қажет. Сіздерге мына формула түсініксіз болып тұрған шығар. Оны мен ең алдымен бұл формуланы түсіндіріп кетейін. Сызықты функцияның графигінің жалпы формуласын сіздер жақсы білесіздер. Яғни y тең болады kx қосылған b. Мұндағы k деп отырғанымыз x-тің коэффициенті. Ол қандай да бір сан. b деп отырғанымызда тұрақты санға тең. Демек, бізде бұл жерде x жоқ. Сол себепті сіздер түсіне берулеріңізге болады. Мұндағы k деген коэффициенттің мәні, яғни k-ның мәні 0-ге тең. k-ға 0 қоятын болсақ, 0 мен x көбейтіліп, x жойылып кетеді. Ал b деп отырғанымыз минус 4-ке тең. Бұл жерде яғни тек қана минус 4 деген мән берілген. Ал функциялар параллель болудың шарттарын жақсы білесіздер. Оның шарты бізде k-лардың мәндері бірдей болу керек, яғни x-тің коэффициенті бірдей болу керек, екі функцияның графигі бір-біріне параллель болу үшін, және де b-лардың мәндері әртүрлі болу керек. Бұл жерде x-тің коэффициенті 0-ге тең берілген формуламызда. Демек, біз жазатын келесі формулада x-тің коэффициенті 0-ге тең болады, яғни x жоқ болады. Өйткені 0-ге x көбейтсек, x жойылып кетеді. Ал тек қана b-ның мәнін өзгертсек жеткілікті. Мысалы үшін b тең 1-ге деп жазаламыз. Немесе y тең минус 2-ге деп жазуға болады. Сол сияқты минус 4-тен басқа кез келген санды жазсақ, оның графигі y тең минус 4-ге деген функцияның графигіне параллель болады. Оны түсініктілеу болу үшін мен сіздерге сызып көрсетейін. Ол үшін ең алдымен координаталар жазықтығын сызып алайық. Мынау OY, ал мынау мысалы үшін OX деп жазып алайық. Мына жерде y өсі, мына жерде x өсі. Ең алдымен y тең минус 4-ке деген функцияның графигін сызамыз. Ол үшін y-тің минус 4-ке тең мәнін тауып алайық. Мына жерде минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Y мына жерде минус 4-ке тең. Демек, біздегі y тең минус 4-ке деген функцияның графигі OX өсіне параллель және y-ті минус 4 деген мәнде қияды. Мінекей. Мұндағы жазып отырғанымыз y тең минус 4-ке деген функцияның графигі. Өйткені кез келген нүктені алыңыздар осы тізбектің бойынан. Мысалы, мына нүктені алатын болсақ, бұл жердегі y-тің мәні минус 4-ке тең. Немесе мына бір нүктені алайық. Бұл жерде де y-тің мәні минус 4-ке тең. Ал x-тің мәні мына жерде мысалы үшін 2-ке тең, бірақ ол 2-ні 0-ге көбейтсек, сол үшін 0 болып кетеді. X-тің мәніне тәуелсіз. Тек қана y өсінің минус 4-те қиятын мынандай бір түзу сызсақ, бұл дегеніміз y тең минус 4-ке функциясының графигі болады. Ал енді мысалы y тең 1-ге деген функцияның графигін сызайық. Y 1-де мына нүктеге тең, неге жазып қояйық 1 деп. Енді бізде y тең 1-ге деген функцияның графигі OX өсіне параллель және y-ті 1 деген мәнде қияды. Мінекей, оның графигін да сызып алдық. Көріп отырсыздар, бұл жерде y тең 1-ге және y тең минус 4-ке деген функцияның графиктері өзара параллель. Y тең минус 2-ге деген тура осылай минус 2 арқылы өтеді. Және олар өзара бір-біріне параллель болады. Осылайша біз y тең минус 4-ке деген функциясының графигіне параллель болатын бірнеше сызықты функцияның формуласын жазып алдық. Ал енді ең соңғы мысалымыз, яғни 23-те 10-ші жаттығу. Бұл жерде берілгені былай. Ордината өсін a, яғни a деген нүктенің координаталары берілген 0, 0-де минус 3,5, ал b нүктесінің координаталары 0-де минус 2,2-ден 1 нүктесінде қиятын, және a тең болады y тең 4x минус 7, a тең болады y тең 10 минус 2,5 x функцияларының графигіне параллель болатын сызықты функцияның формуласын жаздық. Яғни біз қазір сызықты функцияның формуласын жазу қажетпіз. Ол сызықты функцияның графигі мыналарға параллель болу керек, және мына нүктелерге қиып өту керек. Өте қызықты есеп. Демек, біз ол үшін ең алдымен қай кезде сызықты функциялардың графиктері параллель болатынын еске түсірейік. Яғни сызықты функцияның жалпы теңдеуі y тең kx қосылған b болатын. Бұлар өзара параллель болу үшін k-ның мәндері, яғни x-тің коэффициенттері бірдей болу керек, ал b-ның мәндері әртүрлі болу қажет еді. Демек, бұл жерде ең алдымен y тең 4x минус 7 функциясына параллель және a тең 0-де минус 3,5 нүктесі арқылы өтетін функцияның формуласын жазайық. Яғни y тең, ол үшін k-лар тең болу керектер мынаған параллель болу үшін. Бұл жерде k-ның мәні 4-ке тең, бізде демек 4x деп жазамыз. Енді мына нүктені қиып өту үшін x-қа 0 берсек, y минус 3,5-ге тең болу керек. Яғни
бізде b-ның мәні минус 3,5-ке тең екен. Өйткені мына жерде x-ның орнына 0 қоятын болсақ, 4-ке 0 көбейтіліп 0-ге тең болады. Сонда y тең минус 3,5-ке қалады. Яғни x-ға 0 қойсақ, y минус 3,5-ке тең болу керек. Мінекей осылайша біз бірінші a функциясына параллель және үлкен a нүктесін қиып өтетін функцияның формуласын жазып алдық. Ал енді тура осылай y тең 10 азайтылған 2,5x формуласына параллель және де осы a нүктесін қиып өтетін функцияның формуласын жазайық. Яғни y тең болады. Мұндағы x-тің коэффициенті минус 2,5-ке тең. Демек, минус 2,5 көбейтілген x деп жазып аламыз. Өйткені параллель болу үшін k, яғни x-тің коэффициенттері бірдей болу керек. Ал енді бұл минус 2,2-ден 1 деген нүкте арқылы қию керек, x-қа 0 берсек. Демек, b-ның мәні минус 2,2-ден 1-ге тең екен. Бұл k-лардың мәндері бірдей, демек мынаған параллель екені көрініп тұр. Ал b нүктесі арқылы өтетінін тексеру үшін x-қа 0 беріп көрейік. Сол кезде y тең минус 2,2-ден 1-ге тең болады. Демек, біз тауып алған функция y тең 10 минус 2,5x функциясына параллель және 0-де минус 2,2-ден 1 нүктесі арқылы өтеді екен. Мінекей осымен бізде b тобына қарастырған есептеріміз аяқталды. Ал сіздер осы мысалдардың негізінде қалған есептерді шығарасыздар.